Достар, біз бүгін қорқынышты мультфильмдер туралы және олардың мифтарын айтатын боламыз. Бірінші бөлім. Достар, арнаға жазылып, лайк басып кет. Үлкен қолдау болады. Халық арасында тараған аңыз бойынша, Маша деген қыз шын мәнінде жоқ адам. Ол елес. Аю орманда жалғыз өмір сүріп жүргенде, ол апаттан қайтыс болған. Кішкентай қыздың рухын кейістіріп, олмен бірге тұра бастайды. Осыдан бастап, аю жалғыздығын жеңіп, бірақ үнемі Машаның қалауын орындап отыруға мәжбүр болады. Кейбір көрермендердің айтуынша, Машаның көлеңкесі кейде дұрыс түспейді, ал кейбір бөлмелерде оның көзі тым ерекше жылтырап тұрады. Қорқынышты теорияда Машаның өте шулы, ерке, тіпті агрессивті мінезі балалар психикасына зиян келтіруі мүмкін деген пікірлер айтылған. Кей елдерде ата-аналар бұл мультфильмді қоспайды. Әсіресе баланың бойында гиперактивтілік пен тыңдамау мінездері байқала бастаса, кінәні мультфильмнен іздегендер де бар. Аңыздардың біріне сенсек, Питер Пен шын мәнінде періштеден бұрын өлім әкелуші рух. Ол Ниверлендке кеткен балаларды ешқашан өспейтіндей қылады. Себебі олар бұрыннан бөліп кеткен. Неверленд бұл жай ғана ертегі әлем емес, балалар жанының мәңгі қалған жері. Питер Пен олардың жандарынан шынайы өміріне алып кетіп, ол жақта бақытты өмір сүруге мүмкіндік береді. Кейбір фанаттар айтуынша, Питер Пен өскісі келген балаларды өлтіреді. Себебі ол Ниверлендте тек мәңгі бала болып қалғысы келеді. Сондықтан кімде-кім есейгісі келсе, Питер соны жойып жібереді. Бұл әсіресе жоғалған балалар жайлы теорияларда айтылады. Олар неге үнемі ауысады? Себебі олар өскенде Питер оларды жоғалтады. Питер Пен бізге бала кезден таныс сиқырлы кейіпкер, бірақ астарында осындай қараңғы философиялық мағына жатқан болуы да мүмкін. Әрбір тегі жай ғана ермек емес, адамның өмірі, өсуі, өлім және уақыт тараптарынан қозғайтын терең дүние. Кей фанаттардың айтуынша, Зак дауылға ұшырап теңізге кеткен соң шынымен өлген. Ал мультфильмдегі Бермуд үшбұрышы, қара мүйіз, семеро теңіз әлемі бұл ол дүниемен байланысқан әлем. Яғни Зак шын өмірде жоғалып кетіп, рухтар әлемінде өмір сүріп жүр. Оны қолдап жүрген Сворд, қасиетті қылыш, Клапросор, айдаһар және пират достары бәрі де бұрын бұл әлемде қалып қойған рухтар. Олар Закқа көмектесіп, өздерінің құтылу жолында іздейді. Мультфильмде Зак үнемі жер бетіне қайтқысы келеді, бірақ әр жолы оған бір нәрсе кедергісі болады. Бұл да теорияға сәйкес, рухтар әлеміне қайту тек тірілерге арналған жол, ал Зак енді тірі емес, бұл мүмкін. Қара мүйіз ше? Қара мүйіз басты антагонист. Ол тек күшке құмар емес, Зактың жанын алғысы келеді. Бұл жерде оның рөлі шайтани күшке ұқсайды. Ол Закты азғырып, өзінен тартып толық бақылауға алуға тырысады. Бұл өмір мен өлім, жарық пен түнек арасындағы күрестің белгісі болуы мүмкін. Бұл теория бойынша Хайди шын өмірде мүгедек қыз, және оның басынан өткен оқиғалар, таудағы өмір, атасы Питер, Клара бәрі оның қиялынан туындаған. Яғни ол аурухана төсегінде жатып, шынайы өмірдің ауырлығынан қашып, өзінің ішкі әлемінде бақытты өмірді елестетіп жатқан болуы мүмкін. Таудағы әлем тым үнсіз көрінеді. Табиғат, таза ауа, мейірімді ата. Бірақ сол бейбіт өмірге қарамастан, Хайди әрдайым жалғыздық пен сағыныш сезінеді. Түсіне жылап оянады. Бұл оның шынайы әлемге оралуы деген ішкі күресін білдіруі мүмкін. Клара бай отбасынан шыққан, бірақ жүре алмайды. Кей фанаттар оны Хайди өзінен жақсы өмір сүретін баланың азабын елестетіп шығарған дейді. Яғни Клараның аурулығы арқылы Хайди өз қиналысын жеңілдетуге тырысады. Хайди сырттай өте жарқын мультфильм болғанымен, оның астарында баланың жалғыздығы, жоғалту мен қиял әлеміне қашуы сынды ауыр тақырыптар жатуы мүмкін. Бұл теориялар мультфильмнің ресми мағынасы емес, бірақ көрермендерге басқа қырынан ой салуы мүмкін. Достар, арнаға жазылып лайк басып кет. Екінші бөлім 50 лайктан кейін шығады.